Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін мен YouTube парақшама сіздердің көптен бері сұрап жүрген сұрақтарыңызға жауап салғым келеді. Яғни бұл сот орындаушы жалақыдан немесе қай ақшадан ұстай алады, қай ақшадан ұстай алмайды. Сіздердің шоттарыңызға түсетін жәрдемақыларыңыз бар, әртүрлі төлемдер бар, соның ішінде жалақы бар. Солардың қайсысына және қанша көлемде сот орындаушы ақша ұстай алады деген сұраққа бүгін жауап береміз. Біріншіден, сіздің жалақыңыздан ұстау үшін не болу керек? Міндетті түрде соттың шешімі болу керек. Яғни сіздің жалақыңыздан тек қана сот орындаушы ғана ұстай алады, және соттың шешімі болған жағдайда немесе нотариустың атқарушылық жазбасы, исполнительная надпись болғанда. Сол екеуінің бірі сот орындаушыға барып, сот орындаушының барлығын тексеріп, одан соң постановление шығарады, қаулы қазақшасы, об удержании с заработной платы и иных доходов должника деп аталады. Яғни егер сіз қарызыңызды уақытында төлемесеңіз, және сот орындаушыға бірінші сотқа жетіп, немесе нотариуске жетіп, одан соң сот орындаушыға жетсе, сот орындаушы сізге хабарлайды ол жөнінде. Ал егер сіздің нөміріңіз сөндірулі болып, немесе сізге оның жіберген хаттарына сіз реагировать етпесеңіз, яғни оған қандай да бір жауап бермесеңіз, белгілі бір күні төлеймін деп солай өз еркіңізбен төлемейтін болсаңыз, сот орындаушы мәжбүрлі түрде сіздің шотыңыздағы ақшалардан ұстауы мүмкін. Бұл жерде кейбіреуіңіз айтуыңыз мүмкін, сотқа жетпей ақ сот орындаушы емес, басқа бір белгілі бір банк менің шотымнан ұстап жатыр деп. Ол жөнінде мен осы ютубта 2 видео бар. Кредитті несиені мерзімнен кешіктіргенде деп, солай ары қарай многоточие, сол жерде айтылған болатын. Ол акцепт жөнінде, яғни безакцептное списание. Сол банктен кредит алған кезде сіздер сол кредиттің келісім шартында условие бар, именно пункт на безакцептное списание. Яғни сіздер банк, егер сіз уақытынан несие төлеуді мерзімнен кешіктірсеңіз, банк сіздің шотыңыздан, кез келген шотыңыздан ақша снимать ете алады деген пункт енгізілген сіздің келісім шарттарыңызға, және сіз оған келісіп қол қойғансыз. Бұны тек қана бізде бір ғана банк практиковать етеді, яғни бір ғана банктың келісім шартында көрдім мен бұндай условияны, басқа банктерде жоқ. Сондықтан келісім шарттарыңызды оқыңыздар. Егер ішінде банк вправе на безакцептное списание денежных средств со счета должника при нарушении должником ежемесячной оплаты деген условия бар болса, демек сіз оған келістіңіз. Ондай жағдайда ол банк сіздің шотыңыздан ақшаларды ұстай алады. Әрине барлық шотыңыздан ұстай алмайды, ол жөнінде бөлек видео түсірген жөн. Тақырыптан ауытқымайын. Бүгін сот орындаушы соттың шешімі немесе нотариустың атқарушылық жазбасы бойынша сіздің қай шотыңыздан қандай ақшаларды ұстай алады. Біріншіден, жалақы. Жалақыдан ұстай алады ма? Иә, ұстай алады. Жалақының 50%-нан артық болмау керек ұстайтын сума. Мысалы, сіздің қолыңызға, осы жерде көбіңіз сұрайсыздар, қолға алатын суммадан ба деп, яғни начисленный суммадан ба, әлде общий суммадан ба деп, начисленный суммадан. Яғни сіздің жалақыңыз қолыңызға 100 000 теңге түсетін болса, ай сайын пенсионныйды ұстап, ең соң жаңағыдай ИП-ні ұстап, барлығынан 100 000 теңге ғана түсетін болса, сол жалақының 50%-ын ұстайып қала алады. 50%-ын. Енді ары қарай сіздің жалақыңыздан ұстау үшін міндетті түрде сот орындаушының қаулысы болу керек. Яғни ол жалақыңыздан ұстау үшін сот орындаушы қаулы шығарып сіздің жұмыс орныңызға жібереді, оны бухгалтерия сіздің жалақыңызға сізге төлеген кезде уже 50%-ын сол сот орындаушы көрсеткен шотқа төледі, 50%-ын сізге береді. Кем дегенде 50% сіздің қолыңызға түсу керек. Міндетті түрде қаулы болу керек, сот орындаушының қаулысы, онсыз болмайды. Ары қарай, ал енді сіздің жалақыңыз 100 000 емес, мысалы 50 000 теңгедегі, қазір әлде де бар ғой ондай жалақылар. Себебі біздің Қазақстанда биыл 2019 жылы ең төменгі жалақының мөлшері 42 500 теңге. Мысалы, сіз 50 000 теңге аласыз дейік. 50 000 теңгенің 25 000-ын сіздің қарызыңызға сот орындаушының қаулысы бойынша жіберіп, 25 000 теңгені сізге төлеу мүмкін бе? Жоқ, мүмкін емес. Бізде заңда көрсетілген, сіздің жалақыңыздан 50% ұстап қалып,
50%-ын сізге беруге міндетті, бірақ сол қолыңызда қалатын 50% жалақыңыздың көлемі ең төменгі жаңағы күнкөріс прожиточный минимумнан аз болмау керек. Күнкөріс мөлшері қазақшасы, ең төменгі күнкөріс мөлшері. Ең төменгі күнкөріс мөлшерін бізде жыл сайын үкімет белгілейді. Биыл 2019 жылы ол сума 29.698 теңге. Мысалы, сіз 50 мың теңге жалақы қолыңызға алатын болсаңыз, оның жартысы 50%, 25 мың теңге. Ал бізде ең төменгі күнкөріс мөлшері ол 29.698 теңге. Демек, сіздің жалақыңыздың 50% осы прожиточный минимумнан аз болса, онда сіздің жұмыс беретін мекемеңіз осы сізге прожиточный минимумды сізге жібереді, және қалған суммасын уже сол сіздің қарызыңызды жабуға сот орындаушының қаулысы бойынша жібереді. Түсінікті деп ойлаймын. Мысалы, сіздің жалақыңыз 50 мың болса, оның 25 мыңын ұстап 25 мыңын бермейді. Сізге 29.698 теңгесін төлеу керек. Прожиточный минимум сізге түседі. Ары қарай қалған 21 мың теңге с копейками оны сот орындаушының қаулысы бойынша төлем жасайды. Ал егер сіздің жалақыңыз әлдеқайда жоғары болса, онда 50% ұстайды. Как минимум сіздің қолыңызда 29.698 теңге қалу керек. Бұл біздегі прожиточный минимум. Бұл сумманы үкімет орнатты, мен емес. Сондықтан қазір видеоның астына өте сондай бір келеңсіз пікірлер жазбаңыздар. Оған 29 мың неге жетеді дегенде, бұл сумманы біздің Қазақстан Республикасының үкіметі, премьер-министр өзінің қаулысымен солай анықтады. Ары қарай, сонымен қолыңызда 29.698 теңге қалады дедім. Енді ары қарай. Мен мұнда сіздерге шығар алдында осылай алдын ала өзімге лекция дайындап шығам. Енді ары қарай барлықтарыңыздың сұрайтындарыңыз, барлықтарыңыз демейін, енді көпшілік сұрайды менен, студенттердің стипендиясынан ақша ұстап қала алады ма, егер ол студент қарыз болса, кредит бойынша немесе басқа да қарыздары бар болса деп. Студенттердің жалақысынан, кешіріңіздер, студенттердің стипендиясынан сіздерді кредит бойынша қарызды ұстап қала алмайды. Бұған запрет. Стипендиядан тек қана бір жағдайда ұстауы мүмкін. Бір емес екі жағдай, кешіріңіздер. Біріншісі алимент, просто распространенный бірақ жағдай. Стипендиядан алимент ұстауы мүмкін. Егер белгілі бір оқу орнында оқып стипендия алатын адамның басқа табысы жоқ болса, және оның баласы немесе өзінің ата-анасына қарамай алимент төлеу туралы сот бұйрығы бар болса, немесе соттың шешімі, онда сот орындаушы сол стипендиядан алименттің көлемін ұстай алады. Мейлі ол студент болса да. Енді ары қарай екінші жағдай, ол редко кездесетін жағдай, возмещение вреда, причиненного увечьем дейді. Яғни увечьем или иным повреждением здоровья. Яғни ол студент белгілі бір адамның денсаулығына зиян тигізсе, және сол үшін ол ақша төлеп оны материалдық көмек көрсету қажет болса, сол кісіге материалдық көмек емес, қалай айтсам болады қазақшасы, возмещение вреда, яғни біреудің денсаулығына зиян тигізгені үшін төлем жасау керек болса, осындай жағдайда студенттің стипендиясынан ақша ұстап қала алады. Бірінші, стипендиядан алиментке ұстай алады. Екінші, студент біреудің денсаулығына зиян тигізсе, басқа табысы жоқ болса, онда стипендиясынан ақша ұстай алады. Стипендиядан осы екі жағдайда. Және ары қарай айтайық. Енді мен қазір по порядку түсіндірем сіздерге, қай суммадан сот орындаушы ешқандай ақша ұстай алмайды. Айтпақшы, жаңа жоғарыда айттым ғой мен, біреудің денсаулығына зиян тигізіп, соған жаңағыдай төлем жасау керек болған жағдайда студенттің стипендиясынан ұсталады деп. Бұл ретте міндетті түрде соттың шешімі болу керек. Алимент ұстау үшін, жалпы стипендиядан ақша ұстау үшін міндетті түрде соттың шешімі, сот орындаушының қаулысы міндетті түрде болу керек. Ары қарай, именно қай ақшалардан сіздерде жағы кредит бойынша қарыздарыңызда немесе басқа да қарыздарыңызда қай ақшадан сот орындаушы ұстай алмайды. Бірінші, егер сіздің денсаулығыңызға қандай да бір зиян тиіп, мысалы, мекемеде жұмыс істеп жүріп, мысалы, болады саусағын немесе бір қолына қандай да бір зиян тиіп, денсаулығына зиян келуі мүмкін. Сол кезде мекеме басшысы, жалпы сол мекеме сіздерге жұмысшыға көмек көрсетеді. Ол жалақы емес, ол көмек. То есть это возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья. Яғни жұмыс істеп жүрген кезде мүмкін оған техник жаңағы жұмыс беруші қандай да бір дұрыс жағдай жасамады,
немесе станок дұрыс істемей қалды, яғни бұл жерде работниктің кінәсі жоқ, работодатель кінәлі, жұмыс беруші. Сол кезде жұмыс беруші әлгі жұмысшысына денсаулығына зиян тигізгені үшін, производственный травма үшін төлем жасауы мүмкін. Сол суммадан сот орындаушы кредит немесе басқа қарыздар бойынша сол суммадан ақшаны өндіре алмайды. Ол сумманы жұмыс беруші жұмысшының шотына жібергенде жалақы деп жібермейді, именно возмещение вреда деп жібереді. Назначение платежа бар ғой, сіздер төлем жасаған кезде платежный поручение деп көрсетіледі, назначение платежа. То есть не төлеп жатырсыз, пеня ма, қарыз ба, сыйақы ма дегендей. Сол кезде жалақы деп көрсетпейді, ол кісі шотқа жібергенде возмещение вреда деп көрсетеді. Именно осы суммадан сот орындаушы ақша ұстай алмайды. Ары қарай екінші, балаға берілетін пособие, яғни ата-анасы қайтыс болып, мысалы кейде күйеуі қайтыс болған әйел адамдар балаларына пособие алады, по утере кормильца. Себебі сол қайтыс болған адам ол жұмыс істейтін адам. Яғни асыраушысының өмірден қайтуына байланысты төленетін пособиядан ешқандай ақша ұстап қалынбайды, қарыздарды өтеу үшін. Ары қарай страховой суммалардан ұсталынбайды, егерде сіздің денсаулығыңызға қандай да бір мысалы Құдай сақтасын ДТП-ға түсіп, сол кездері сіздің денсаулығыңызға зиян тиіп сізге страховой сумма төленсе, онда ол суммадан ешқандай сот орындаушының қаулысы бойынша да ол суммадан именно өндіріп ала алмайды сот орындаушы. Сіздер жоғарыда мен айттым ғой, жаңа сот орындаушы қаулымен сіздің жалақыңыздан ұстай алады деп. Сол сияқты тек қана жалақыдан емес, кез келген банкте шотыңызға ақша түссе, сот орындаушы оны көріп отырады, яғни сот орындаушының оны білуге құқысы бар. Сіздің денсаулығыңызға қандай да бір зиян тиіп, мысалы жаңағыдай бір ДТП-дан травма алып, сол кезде сізге страховой сумма төлем жасалса, сол сумманы сот орындаушы көреді. Сол суммадан сіздің шотыңыздан снимать етіп алуы мүмкін, өзінің постановлениесін жіберіп. Сондай кезде сіз оны оспаривать ете аласыз. Сіз сот орындаушыға міндетті түрде хабарлауыңыз керек. Бұл страховая сумма. Бұл менің денсаулығымды қалпына келтіру үшін төленген сумма. Сондықтан сумманы қайтарыңыз деп. Сол кезде сот орындаушы сізге қайтаруға міндетті. Ары қарай жалғастырайық, тағы қандай суммалардан ұстай алмайды. Бала дүниеге келген кезде бір реттік пособиядан ұстай алмайды, және баланы 1 жасқа дейінгі төленетін пособиядан ұстай алмайды. Сонымен қатар баланы асырап алған кезде жаңағыдай сумма төленеді ғой, қосымша сумма, сол суммадан ұстай алмайды. Именно жәрдем ақыдан, осыған қатты көңіл бөліңіздер, жәрдем ақыдан ұсталынбайды. Және пенсионерлер мен инвалидтерге төленетін пособиядан ұсталынбайды. Анықтап айтайын, пособиядан. Пенсионерлердің кейбіреу жәрдемақы алады, сол кезде ол пособиядан ұсталынбайды. Пенсиядан емес, пособиядан. Пенсиямен шатастырмаңыздар. Пенсия жөнінде әлі ары қарай айтамын. Пенсионерлерге төленетін жәрдемақыдан және бірінші топ инвалидтердің жәрдемақысынан ұсталынбайды. Бірінші топ, екінші, үшінші топпен шатастырмаңыздар. Бірінші топ мүгедек адамның жәрдемақысынан қандай да бір қарызды өндіру үшін ақша ұсталынбайды. Сонымен қатар вредный работа бар ғой, мысалы шахтада жұмыс істейтіндер бар, немесе өте бір қазба жұмыстармен, яғни денсаулығына зиян келетін жұмыстарда жалақыға қосымша тағы да мекеме қосымша ақша төлейді. Оның компенсационный деп аталады, яғни денсаулығын қалпына келтіру үшін төленетін компенсационный суммадан ұсталынбайды. Мысалы сіз жаңағыдай шахтада немесе басқа жерлерде жұмыс істейтін жұмысшылар бар ғой, олардың мысалы жалақысы 180 мың болса, оған үстіне тағы да бір 20 мың, 30 мың көлемінде оған компенсационный выплата төленуі мүмкін. Яғни қанша істегеніне байланысты денсаулығын қалпына келтіру үшін, денсаулығына осы жұмыста зиян тигені үшін, себебі зиян тиетіні белгілі, ол жұмыста ол өте ауыр жұмыстар. Сол үшін қосымша төленетін сумма бар. Сол суммадан қарызды өндіруге ақша ұсталынбайды. Мысалы 180 мың теңге оның чисто қолына алатын жалақысы бар болса, жалақысынан 180 мыңнан 50%, 90 мың теңгесін ұстайды. Ал қосымша компенсационный выплатадан денсаулығына арналған ол суммадан ештеңе ұсталынбайды. Сонымен қатар мысалы Чернобыль немесе тағы да бір не болды ғой бізде, апатты жерлерде соның ликвидациясына қатысқан адамдарға төленетін төлем бар. Олардың денсаулығын өз қалпына келтіру үшін, мысалы
есіме түспей тұр. Көбінесе осы соңғы рет қазір төленіп жатқандар көбінесе Чернобыльде болған ғой, ликвидациясына қатысқан адамдарға қосымша төленіп, сол суммадан ұсталынбайды. Ол себебі оның денсаулығына зиян келгені үшін, сол денсаулығын қалпына келтіру үшін төленетін сумма. Сол суммадан ұсталынбайды. Яғни экологиялық өте, қалай айтсам болады, экологический бедствие. Мен кішкене ренжімеңіздер, мен оқығанда, шынымды айтсам, мен заңды оқығанда тек қана орысша түсінікті маған. Сондықтан мен сіздерге оны қазақшаға аударып отырмын. Яғни экологический бедствие мүмкін қандай да бір чрезвычайный, мысалы бізде арыс, арыста болған адамдарға, именно сол күні болған адамдарға, военныйларға мүмкін қосымша ақша төленіп жатқан шығар әлі. Себебі ол күні олардың денсаулығына, әрине ол жерде радиация, әрине ол жерде қару-жарақтың өзі радиациядан тұрады, білесіздер. Оларға қосымша денсаулығына зиян тигені белгілі сол күні. Сондықтан олардың денсаулығын қалпына келтіру үшін қосымша төлем төленеді. Сол суммадан кредитке немесе басқа да қарыздарға ұстап қала алмайды. Түсінікті айттым деп ойлаймын. Енді ары қарай қандай да бір материальная помощь болса, одан бір-ақ рет берілетін материальная помощьтан ұстай алмайды. Материальная помощь дегеніміз не? Мысалы, жастар үйленген кезде оның мекемесінде коллективный договор бойынша қарастырылған болуы мүмкін. Үйленуіне байланысты 20 мың теңге төлеуі мүмкін. Немесе 150 мың теңге төлеуі мүмкін. Немесе керісінше бір адам, мысалы, әкесі немесе анасы қайтыс болған кезде жұмыс орны, мекеме оған қосымша ақша төлеуі мүмкін. Бұл обязательно емес, мүмкін. Бұл материальная помощь. Яғни мекеменің атынан ол адамға, мысалы, 5 МРП, 10 МРП, 10 мың, 20 мың, қандай да бір көлемде материальная помощь именно мекеменің атынан счетына аударуы мүмкін. Сол суммадан сот орындаушы ешқандай сол суммадан сот орындаушы ұстап қала алмайды. Себебі бұл единовременная материальная помощь. Ары қарай енді пособие на погребение. Туыстары қайтыс болғанда пособие төленеді, мысалы, Құдай сақтасын, енді по крайней мере сіздерге түсіндіру үшін осыны айтуым қажет. Мысалы, әйелі қайтыс болғанда күйеуіне пособие төленеді, соңға барып құжат тапсырасыздар, сол кезде жерлеуге пособие төленеді. Сол пособиядан ақша ұсталынбайды. Енді арнайы пособиялардан ақша ұсталынбайды. Арнайы пособия дегеніміз не? Бұл көп балалы аналардың алатын пособиялар, 4 баладан жоғары, алтын алқа, күміс алқа алатын, сонымен қатар батыр ана деген атақтары бар аналардың алатын жәрдемақыларынан ұсталынбайды. Оған қоса бізде қазір ана даңқы деген, ана даңқы орденімен наградталған көп балалы аналар бар. Солардың бірінші және екінші дәрежелі ана даңқы деген дәрежесін алған, сол орденін алған аналардың именно сол үшін төленетін пособиясынан ұсталынбайды. Байқап отырсаңыздар, көптеген пособиялардан ұсталмайды. Жаңа айттық, бала дүниеге келгендегі пособиядан, единовременный бала 1 жасқа толғанға дейінгі төленетін пособиядан, мейлі оны асырап алсын баланы, бірақ ол 1 жасқа дейінгі төленетін пособиясы бар болса, одан ұсталынбайды. Сонымен қатар көп балалы аналардың пособияларынан ұсталынбайды. Батыр ана, ана даңқының 1 және 2 степені дәрежесін алған аналардың пособияларынан ұсталынбайды. Ары қарай пенсионный активтен ұсталынбайды. Пенсионный, ол жерде толығырақ айтайын, егер пенсионер кредит алған болса, оның жасы 53-ке толып, көп балалы аналар 53 жастан шығады, немесе ол 58-ден ары қарай уже пенсияға шыққан болса, оның ай сайынғы алатын пособиясын ұстай алады ма? Иә, ұстай алады, 50% ұстай алады. Ең бастысы, ең төменгі жаңағы 29.698 теңге прожиточный минимумнан аз тимеу керек ол пенсионердің қолына. Неліктен пенсионерлерге кредит беріп жатыр? Банктер өздеріне сенімді болып беріп жатыр ғой. Неліктен? Себебі заң оларға рұқсат беріп отыр. Пенсионердің пенсиясынан ұстауға болады деп. Ол пенсионер барып алған кезде банк тексеріп, жұмыс істемейтінін көріп отыр. Не үшін берді деп ойлайсыздар? Әрине пенсиясынан оның рассчитывать етіп отыр. Егер төлей алмай қалса, пенсиясынан 50% ұстаймыз деп. Сондықтан уже пенсияға шыққан адамның пенсиясынан ұстай алады. Ал енді пенсионный актив дегеніміз не? Пенсионный актив дегеніміз мына біз бен сіздің жастардың, әлі пенсияға шықпаған адамдардың НПФ-та пенсионный активтеріміз жиналып жатыр ғой, кәдімгі. Содан ұстай алмайды, пока оған тиісе алмайды деген сөз. Именно сол. Сонымен қатар жаңа пособияны айттым. Пенсионерлердің тағы қосымша алатын пособиясы бар болса, мүмкін олар да әлгі жаңағыдай Чернобыльдің ликвидациясына қатысқан шығар, немесе басқа да жағдайлармен олар алатын жәрдемақысы бар болса, сол жәрдемақыдан ұстай алмайды. Бірақ пенсиядан ай сайынғы ұстай алады. Ары қарай АСП-дан ұстай алмайды.
оны бірнеше рет айттым деп ойлаймын. Мен инстаграм посттарымда да жазған сияқтымын, бірақ көпшілік сұрап жатыр, AES-дан ұстап қалды, AES-дан ұстап қалды деп. Қазір соңында егер осы мен ұстауға болмайды деген суммалардан ұстаса, не істеу керектігін осы видеоның соңында айтамын, иә. Адресін социальный помощьтан, яғни атаулы әлеуметтік көмектің ақшасынан ешқандай сіздің қарызыңызды жабу үшін ақша ұстай алмайды. Оған қоса тұрғын үй төлемдерінен, так, давайте былай айтайын. Сіздер сұрайсыздар, жилстройдағы депозиттен ұстай алады ма, ұстай алмайды ма деп. Жилстройдағы депозитке тек қана мына жағдайда тиісе алмайды. Егер сіздің сол жилстройдағы депозиттеріңіз тұрғын үй төлемдеріне төленген, яғни жилищные выплаты деген бар ғой, содан ақша жиналған болса. Мысалы, жилищные выплаты барлығына төленбейді, көбіне военныйларға төленеді, иә? Бұлар көшіп қонып жүреді, кейде оларға жилищные выплаты төленеді. Тағы да мүмкін басқа да специальный бір мамандықта істейтін адамдарға, мемлекеттік қызметтегі адамдарға төленетін болса керек, көбіне білетін осы военныйлар. Егер соларға осы тұрғын үй төлемі ретінде төленген суммадан олар именно жилстройсберегательный банкте, яғни ақша жинайтын банкте, тұрғын үй құрылысына ақша жинайтын банкте, ол бізде бірақ қой, тек қана жилстрой, сол банкте ақша жинап жатса, именно сол суммадан, ол суммаға тиесе алмайды, ол суммадан ала алмайды деген сөз. Именно сол жилищные выплатыдан ғана жиналса. Енді осы соңы бәрі түсінікті деп ойлаймын. Сіздер әшейінде маған айтасыздар, көп қайталайсыз деп. Көп қайталамаған сияқтымын. Енді түсініксіз болса қайта қарап шығыңыздар. Егер де осы суммалардан, AES, пособиялардан, айтпақшы, алименттің суммасын ұстай алмайды. Кешіріңіздер, мен ең бастысын жіберіппін ғой. Көбіне менде инстаграмда отыратын қыздар ғой, ютубта да қыздар, алименттің ақшасын ұстай алады ма? Жоқ, ұстай алмайды. Егер сіздің балаңыздың әкесінен сіздің шотыңызға ақша түсетін болса, ол суммадан не кредитке, не қарызға, не қандай да бір жағдайда ешқандай сумма ұстай алмайды. Себебі ол баланың тамағы. Баланың тамағына, киіміне төленген сумма. Алименттен ұстай алмайды. Енді осы суммалардың барлығы кейбіреуінен сіздерде егер ақша ұстап қалса, не істеуге болады? Сот орындаушы ұстап қалса, сіздің шотыңыздан оны тауып іздеп ұстап қалса, онда сот орындаушыға міндетті түрде арыз жазасыз. Біріншіден, кім ұстаған білу үшін банкке барасыз, шотыңызды тексересіз. Банкке бармай-ақ сіз онлайн приложениеңіз бар болса, сізде телефоныңызда, сол жерде ашып қарасаңыз, удержано, списано деген жазу тұрады. И кем списано, на основании чего, яғни неліктен списано, көрсетіледі. Постановление такой-то судебного исполнителя деп көрсетіледі. Қазір сот орындаушылардың барлығының списогі, олардың байланыс телефон нөмірлері, сонымен қатар электронды пошталары Google-да толып тұр. Егер сіз толық аты жөнін дұрыс енгізсеңіз, ол сот орындаушының Google-да барлық ақпарат бар. Тіпті олардың ұялы телефондарының байланыстары, кәдімгі номерлері бар. Сол номерге хабарласып, сот орындаушыға хабарлайсыз бірден, сіз менің алименттің ақшасына ұстап қалдыңыз, сіз маған AES-ның ақшасына ұстап қалдыңыз, бұл заңға қайшы деп. Енді ұстап қалды ғой, ары қарай жанында оның электронный пошталары бар. Қазір көптеген сот орындаушылар уже электронный пошталарына, олардың ресми түрде ғой электронный пошталары, соған арыз жіберуге болады. Кәдімгідей өз қолыңыздан A4 параққа A4 арыз жазасыздар, толықтай аты жөніңізді, адресіңізді, міндетті түрде номер телефон көрсетіңіздер, электронный почта бар болса, электронный почта көрсетіңіздер. Неліктен? Себебі қазір курьерский поштамен өте ұзақ жетеді. Сіз басқа жерде, сот орындаушы басқа жерде болуы мүмкін, өте ұзақ жетеді. Сондықтан электронный почта өте ыңғайлы. Адресіңіз, номер телефон бәрін көрсеткен соң жазасыз. Маған осындай күні менің шотыма осындай ақша түсті. Заң бойынша бұл ақшадан ұстауға болмайды. Мысалы, алимент түсті сізге 40 мың теңге. Алайда сіз оның 20 мың теңгесін осындай кредитті жабуға ұстап қалдыңыз. Ол сумманы маған қайтаруыңызды сұраймын, себебі бұл заңға қайшы. Сот орындаушылар әдетте ол сумманы бірден қайтаруға тырысады, және сол үшін шара қолданады. Және арызыңыздың соңына міндетті түрде жазуыңызға болады. Осы арызға жауапты менің мынадай электронный поштама жіберуіңізді сұраймын деп. Сонда ол уже телефоннан да, компьютерінде қарауға болады ғой электронный поштаны. 15 күннің ішінде сізге жауап келіп, сізге уже ары қарай сіз уже не болғанын біле аласыз жауабын. Егер сот орындаушы әрекет етпей жатса қайтесіз? Сот орындаушы әрекет етпей жатса, сот орындаушыларға енді бұл жөнінде бөлек видео түсіру керек, бірақ қазір қысқаша айтып кетейін. Әділет департаментіне өзіңіз тұратын, мысалы, өзіңіз тұратын емес, сот орындаушы қай территориальный округке жатады? Алматының ба, немесе Алматы облысының ба, немесе Астананың ба, кешіріңіздер, Нұр-Сұлтанның. Сол қаланың әділет департаментіне сіздер арыз жазуларыңызға болады. Әділет департаментінің де адресі, электронный почтасы, официальный сайт, оның барлығы бізде Google-да толып тұр.
Неліктен әділет департаментіне? Себебі лицензияны сот орындаушыларға әділет департаменті береді. Сот орындаушылар тарапынан қандай да бір заң бұзушылық болса, сіз сол әділет департаментіне хабарласаңыздар, ол әлдеқайда тезірек шешіледі. Әрине бізде азаматтық іс жүргізу кодексі бойынша сотқа да жүгінуіңізге болады, бірақ бұл әлдеқайда ұзақ. Әрине ол үшін арнайы арызды дайындап, заңға сай, сол процессуальный кодекске сай оны оформлять етіп заңды, арызды солай сотқа бару керек. Сотта кем дегенде ол 1 ай плюс 15 күн, 1,5 ай кем дегенде қаралады. Ал енді әділет департаментіне берсеңіз, кез келген шағым уже жаттап алған боларсыздар, 15 күн ішінде қаралады деп мен сіздерге үнемі әрбір видеода айтамын. Түсінікті деп ойлаймын. Егер ақшаңызды ұстап қалса, бірден хабарлайсыз сот орындаушыға, және қайтарыңыз дейсіз. Күтесіз қайтарған, қайтармаса ары қарай уже әділет департаментіне, департамент юстицияге арызданасыз. Дәл қазір осы жерде үшінші бір бөлімді айтайын. Егер мен жаңа сіздерге айттым ғой жоғарыда, кейбір банктың кредит шарттарында безакцептное списаниеге олардың правосы қарастырылған, сіз онымен келісіп соған қол қойдыңыз деп. Дәл солай болған жағдайда да дәл осы суммалардан олар ұстай алмайды ақша, ол банк. Яғни іс сотқа жеткен жоқ, соттың шешімі жоқ, немесе атқарушылық жазба жоқ, нотариустың атқарушылық жазбасы да жоқ, сот орындаушының қаулысы жоқ. Бірақ сіздің кредит договорыңызда банк имеет право на безакцептное списание денежных средств деп жазылған. Егер сіз уақытында төлемесеңіз, сіз төлемедіңіз. Ал енді банк сіздің счетыңыздағы ақшаңызды көріп тұр, ұстап қала алады ма? Егер ол пособия, жаңа мен перечислять еткен, мен айтып өткен, және алименттер, тағы да мен айтқан сөз, басқа да бір ақшалар бар болса, ол суммалардан банк ұстай алмайды. Тіпті безакцептное списаниеге оның құқығы бар болған күйдің өзінде. Түсінікті деп ойлаймын. Егер түсініксіз болса, қайта қарап шығыңыздар. Бұл видеомен өзіңіздің таныстарыңызбен, бауырларыңызбен, жалпы жақын тартқан өзіңіздің адамдарыңызбен бөлісуіңізге болады. Және міндетті түрде YouTube парақшаға жазылыңыздар. Себебі бұл мен үшін ары қарай мотивация. Сау болыңыздар.